Баршаға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір ғана жұмыртқадан өте дәмді 15 минутта дайын болатын печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен таза ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен 100 грамм қант салып аламыз. 100 грамм сұйық май құямыз. Қанты ергенге дейін барлығын осылай венчиктің немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне бізде осындай масса пайда болады. Енді осы массамыздың үстінен алдын ала еліктен өткізіп алған ұнымызды екі бөлікке бөліп салатын боламыз. Бізге керегі 200 грамм ұн. Алдымен осылай 100 грамм салып, жақсылап араластырамыз. Толық рецепт әдеттегідей астындағы описание бөлімінен таба аласыз. Міне алғашқы 100 граммын араластырып алдым. Енді қалған 100 грамм ұнды және де үстінен қопсытқышымызды, яғни разрыхлителімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Алғашында қасықпен, кейіннен қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Дәл осындай жұп-жұмсақ, қолға кішкене ғана жабысатын қамыр шығады. Қамырымызды демалдырмаймыз, бірден жаңағы өзімізге керекті пішінде жасап, печеньелерімізді дайындай береміз. Дәл осылай кішкене ғана бөлігін алып қалдым. Бұл бөлігіне мен бір ас қасық көлемінде какао қосатын боламын. Осылай бөлек ыдысқа жайып алып, ортасына қазір какаоны құямыз. Какаоны салып болғаннан соң осылай қамырдың барлық жеріне бірдей етіп жайып алып, қамырларымызды дәл видеодағыдай етіп жан-жағынан дәл осылай үстінен басып аламыз. Сонда біздің какаомыз толығымен қамырға сіңетін болады. Міне дәл осындай болып шығады. Какаоны қаламайтын болсаңыз, какаосыз да жасай берсеңіз болады. Қалған қамырларымызды қолымызбен алып, дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Міне дәл осындай пішінге келтіріп алдық. Какао қосылған қамырларымызды осылай ұзын-ұзын таяқтар тәрізді етіп жасап алатын боламыз. Енді осы дөңгелек қамырымыздың үстіне жаңағы ұзын етіп жасап алған какаолы қамырларымызды осылай қойып шығамыз және де қолымызбен жақсылап дөңгелектеп аламыз. Сонда бізде печеньеміздің пішіні басқаша әдемі көрінетін болады. Қалауыңыз бойынша осылай 3 таяқша немесе 4-5 таяқша етіп қойсаңыздар да болады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Көріп тұрғандарыңыздай какаолы қамырларымыз печеньемізге ерекше сән беріп тұр. Жалпы сіздерге печеньенің бірнеше түрінен көрсеттім. Бір ғана қамырдан бірнеше печеньенің түрін осылай жасасаңыздар болады. Міне барлығын листке жайғастырып алдық. Алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 10-15 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Өте жылдам пісетін болғандықтан міндетті түрде қасында отырып қарап отырыңыздар. Міне осымен біздің небәрі 15 минутта дайын болатын бір ғана жұмыртқадан жасалатын печеньелеріміз дайын. Назарларыңызға рахмет. Видео рецепт пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.